Қайырлы күн, құрметті қазылар алқасы. Мен Астана қаласы нөмірі 119 жалпы орта білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Аты жөнім Семей Назерке Берікқазақ. Мұғалімдік қызметінен бөлек, бос уақытымда өлең мен ән мәтіндерін жазумен айналысамын. Қазақстан эстрада жұлдыздарының орындауындағы 100-ден аса әннің мәтінінің авторымын. Одан бөлек Қазмедиа орталығында өткен болашақ өнер мектебінің журналистика бағытының түлегімін. Алғаш мұғалімдік қызметімді Павлодар қаласында бастаған кезде осы жиған тергенімді, білімімді бөлісу керек деген ой туындады. Себебі тек қазақ тілі мен әдебиетін үйретумен шектеле алмайтынымды түсіндім. Ойлана келе бұл ниетім Жас қалам атты авторлық бағдарламаға айналды. Авторлық бағдарламаның бір ерекшелігі оның бірнеше бағытты қамтитынында. Алғашқы бағыт поэзия. Поэзия бөлімінде оқушылар тек өлең жазуды ғана үйренбейді. Сонымен қатар ән мәтіндерінің, жұмбақтар мен жаңылтпаштардың қалай жазылатынын үйренеді. Екінші бағыты проза. Проза бөлімінде оқушылар шағын көлемді ертегілер мен әңгімелерді жазуды үйренеді. Ал үшінші бағыты публицистика. Бұл бөлімде оқушылар тек репортаж жазумен айналыспайды. Сонымен қатар заманауи үлгідегі мәтіндердің жазылу ерекшелігімен танысады. Атап айтсақ, копирайтинг түсінігімен танысып, әлеуметтік желілерге арналған жазба, блог жазудың қыр-сырын меңгереді. Бұл авторлық бағдарлама 3 жыл бойы қарқынды түрде жұмыс істеп, жақсы нәтижелерге қол жеткізді. Оқушылардың жазған өлеңдері мен әңгімелері облыстық республикалық газет-журналдарда, сайттарда жарияланды. Оқушылар облыстық көлемдегі ақындар мүшәйраларына қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Оқушылардың жазған мәтіндеріне сазгерлерден тапсырыс түсті. Бұл бастамасы ғана. Жаңа қалаға көшіп келуім, жаңа мектепке орналасуым менің шабытымды шарықтата түскендей. Енді бұл авторлық бағдарламаммен жаңа қалада, жаңа мектепте, жаңа жетістіктерге жетуге ниеттімін. Мұғалімдік жол, даңғыл жол. Бұл жолда үздіксіз дамитын, үздіксіз дамытатын адам ғана жеңімпаз атанбақ. Арайлы таңның бәрі, көре біл соны. Ай-ай, бақыттың табылады, жүрген саған жолы қалмай. Өмірдегі бір ғажайып сезінші жаның мен.